Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен бір айдан бері суықта жаттығу жасап және суық суға түсуді әдет қылған болатынмын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Соңында мен сізге суық суға қалай дұрыс түсу керектігін және қандай жағдайда жаттығу жасаған дұрыс және қай кезде жасамаған дұрыс екенін айтатын боламын. Суық суға түсудің маған берген пайдасы: мен суық суға түсіп бастағалы менің көңіл күйім көтеріңкі және энергиям толы болып жүрді. Бұған не себеп десеңіздер, дофаминовая система. Суық суға түсу аз уақыттық стресс бергендіктен, аз уақыттық стресс біздің ағзамызға пайдалы және бұл качественный дофаминнің бөлуіне әсер етеді. Екінші пайдасы: бұлшықетім жақсы өсті. Себебі суға түсу қан айналымын жақсартып, восстановление процесін жақсы жүргізеді және қанымызға тестостерон, сомнотропин гормондарының бөлуіне жақсы әсер етеді. Ағзаға резкі суық тиіп, дискомфорт болған кезде ағзамыз қорғану мақсатында сомнотропин гормонын бөледі. Үшінші пайдасы: менің ұйқым жақсарды. Таңертең тұру оңай болып қалды. Бұған себеп тағы да дофамин гормоны. Себебі біздің миымыз еріншек келген. Ол қандай да бір әрекетті жасау үшін оған какой-то бір награда сұрайды. Ал дофамин гормоны бұл нағыз награда болып есептеледі. Таңертең салқын суға түсу качественный дофамин бергендіктен таңертең тұру оңайлайтын болады. Ал күннің суығында шешініп алып жаттығу жасау бұл дұрыс емес. Мен тек видео үшін, яғни жақсы ауа райы болған кезде, әдемі погода болып тұрған кезде киімді шешіп, ары кетсе 5-10 минут қана видео түсіру үшін жаттығу жасаймын. Ал далада жасалатын негізгі жаттығуларды мен киіммен жасаймын. Соңында тек позирование, бір әдемі кадрлар алу үшін ғана киімді шешіп тастаймын. Салқын суға қалай дұрыс түсу керек? Бізде лимфатический система аяқтан жоғары орналасқан. Сондықтан бірінші аяқтан бастап жоғары қарай суды құямыз. Бұл дискомфортты көбірек болуы мүмкін, бірақ бұл сізге пайдасын береді. Солай құйғаныңыз абзал. Комфорт зонасынан шық. Дискомфорт бұл бізді өсіреді. Және суды басымызға көп ұзақ уақыт құюдың керегі жоқ. Тек қана 5-6 секунд құйсаңыз жеткілікті. Ал бастамаға вообще құймай қойсаңыз да болады. Және сразу суық суға түсуге болмайды. Олай жасайтын болсаңыздар, сіздер ауырып қаласыздар. Яғни пайдасын емес, зиянын алатын боласыздар. Салқын суға түсудің пайдасы жайлы толық ақпарат және қалай дұрыс түсу керектігін білгіңіз келсе, маған инстаграмға су сөзін жазыңыз, бот сізге автоматом жібереді. Берекелі білім болсын, денсаулығымызды жақсартайық.